Жағымсыз подругаң. Қандай вечер маңыз алдыңдағыдай сұрау беріп 20 баламен бір өзім отпаймын ба? Сөйтіп отырасың? Болды, бара беремін. Мен білесің ғой, бара беремін ғой. Влажный салфетка бар ма? Жоқ. Кішкене қызсың ғой, өзіңе қарап влажный ұстап жүрмейсің ба? Ой, туылғанда влажный стап туылатын бек. Ой, сорлым, анасы мен сенің қыз жоқ, оң қолы мықты деп ішем, чорт екенсің ғой. О, Мағрипа, если чё, бүгін бос болсаң, клубқа барып қайтпадық па? Жүжі, бүгін тренировка бар еді ғой. Бір апта болды, біреу звондап скрытыймен қаным түшіп жүрші, е? Екпін бұл сол звондамай қойды, кәдімгі бір түрлі болып жүр. Айкаға көйлегімді берген ғой, ананың гигиенасы деген көйлегім деп ауырып қалған ғой, ше. Қалай? Деп қалған ғой. Қызық болды, Гаухардың үйіне барам да, папасы кондор шешіп отырып, нөл дейді, тоңқайып өл деймін ғой. Сенің құрбың негізі қуат. Мен және де цыганка. Кімді алдап сіксем болады? Она лоқты алдап кетейін. Эй, балам берген, мен саған бал ашып берем. Не, бал сонда бутылкада тұрма ашып беретін дей? Давай, оттамай қолыңды бері әкел. Жарайды, мәнс. Қолыңа неме осырып тағасың ба? Басында сен айтқасың, менді лоқ деп. Өзіңсің лоқ. Алдыйды оқи ғой. Ақылың бар осы сенің? Ба? Ла? Лар. Не шықты? Балапан. Аналар. Лар мен пандай алмай. Оқы дұрыста. Ба? Ла. Не шықты? Айт тоқа. Пан. Лар дейсің? Лар. Уй, суми нағыз. Уй, суми. Сумерки, а? Не деп отыр балаға? Не қарайды балаға? Бала неге оқпайсыңдар? Балалармен балапан дегенді айыра алмай отыр өзі. Оқшайшы шырағым, біздер ана кезінде оққан жоқсыз, 10-шы класстан қалдық шаң-шаң болып. Өзің жағын ұршайшы, не ұрмет? Оқшайшы, оқы, міне. Оқыш міне. Ба, ла, пан, балапан. Жаңалар еді оқырсың. Мен және де елес. Чарла, сен бүгін түнде ештеңке естіген жоқсың ба? Жоқ, ештеңке естіген жоқ. Түнде шкаф секілдеді ғой. Ой, бәшіш. Походу, на үйде дух бар сияқты. Не сонда үй өзіңе дух жинап алды ма не? Топа сондай дух емес, елес. Маған бәрі менде дух көбірек. Кел. Сен басың істеме, кімді соғылатсың? Көрмедің ма не? Айбай, қолым бір нәрсе ете кетті. Айбай, жағым сындырып жіберді ғой. Жарлық жүрші, мен саған бір нәрсе айтам. Қайдағы психошка, Бір күні оқушы сабақтан кешігіп, есікті рұқсатсыз кіріп кеткен ғой, оны көрген мұғалім ашуланып, «Ей, әкең үйіңе қалай кіреді есіктен? Солай кір бар қайтадан» деген ғой. Оқушы жарайды деп есіктен шығып кетті. Есікті теуіп ашып, мұғалімге қарап, қатын, шай қой» деп айтады дейді. Түсінбеген тұрмыз. Мен және суши. Пап, не істейотсың? Сол суши алғам жейін деп. Сен әлі білмейді екенсің ғой. Нені? Сушидің ана сырты иттің терісінен жасалады. Алдық біткесің ғой. Сен срочно емдеу керек. Тоқтай тұршы, сөйлемей тұра тұршы, тыңдап отырып қой. Сен ауруыңнан ем жоқ, туылғаннан малсың. Бесполезно бәрі, ештеңке істей алмайсың.